Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Жұлдыз. Бүгін каналымызда осындай манный крупадан құймақ пісіретін боламыз. Өте дәмді және тойымды болып шығады. Бізге керегі манный крупа. Осының үстіне жылы сүтті құятын боламыз. Жарты сағатқа бетін жауып қоятын боламыз. Манный крупамыз кішкене ісініп үлкею керек. Мінекей жарты сағаттан кейін осындай қою болады. Енді осының үстіне ыстық қайнап тұрған су құятын боламыз. Және де жақсылап толықтай араластырамыз. Массамыз жылы болуы керек. Енді осының үстіне бір шай қасық ашытқы салатын боламыз. Және қант саламыз. Бұл жерде қантты өздеріңіз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Мен 2 ас қасық қана қостым. Және жарты шай қасық тұз қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дрожжымыз толықтай еруі керек. Енді осының үстіне бір жұмыртқаны қосып және оның жартысын қосып араластыратын боламыз. Онды 2 бөлікке бөліп отырып араластырдым. Барлығын бірден салмаңыздар. Екінші жартысын салып, тағы да араластырамыз. Ешқандай оның түйіршіктері қалмауы керек. Енді осының үстіне 2-3 ас қасық сұйық май қосатын боламыз. Бұны да жақсылап толықтай араластырып, жарты сағатқа құймағымыздың қамыры үлкейіп, ашығанша қойып қоятын боламыз. Жылы жерде тұруы керек. Жарты сағат өткеннен кейін осындай міне түйіршіктер, көпіршіктер шығып үлкейеді. Енді осы қамырымызды қызып тұрған табамыздың астын майлап, орташа отта пісіретін боламыз. Бұл құймақтың ерекшелігі қою болады, сондықтан қалың болып пісіп шығады. Мінекей осылай 2 ожаудан құйып отырып, қалың құймақтар пісіріп шығамыз. Астыңғы піскеннен кейін үстіңгі бетін аударып пісіріп алатын боламыз толықтай. Мінекей өте оңай жасалынады. Құрметті көрермен, осы видео ұнаған болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де лайктарыңызды баса кетіңіздер. Мінекей барлық қамырларымызды, құймағымыздың осылай пісіріп шығамыз. Сіздер не болмаса, кішкене бір қасықтан құйып отырып, кіші оладьи сияқты құймақтар пісіріп шықсаңыздар болады. Мен осылай сковородкамның табамның диаметрі 18, осындай өте үлкен емес, кішілеу құймақтар пісіріп шықтым. Мінекей өте қалың және ортасы толықтай піскен тойымды құймақтарымыз пісіп шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес берем. Өте дәмді, балаларға ұнады. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыздар.